Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы педагогикалық қарым-қатынас және басқару этикасы. Бүгінгі дәрісіміздің жоспары мына сұрақтарды қарастырады. Педагог менеджері, екінші басқару этикасы, үшінші білім беру мекеме басшысының ұжыммен қарым-қатынас этикасы, төртінші қарым-қатынаста кедергі жасайтын факторлар, бесінші тиімді коммуникация ережелері. Міне бүгінгі дәрісімізде осы аталып кеткен жоспар бойынша сұрақтарды қарастырып өтеміз. Ең бірінші енді педагог менеджер дегенімізде осыған тоқталайық. Дәрісіміздің бірінші сұрағын қарастырайық. Менеджер қызметі педагог үшін маңызды рөлдердің бірі болып табылады. Қазіргі қоғам педагогтың алдында жақында өткен жылмен салыстырғанда кең және әртүрлі міндеттерді қояды. Біріншіден, педагог тәрбие мен білім беру үдерістерін үйлестіріп қана қоймай, сонымен қатар білім беру сапасының мониторингін жүзеге асырады. Білім беру қызметкері өмірінің маңызды құрамдас бөлігі, қызметіне әдістемелік зерттеу жүргізе отырып, әріптестермен тәжірибе алмасы болып табылады. Екіншіден, педагог енді білім көзі емес, оқу қызметін ұйымдастырушы. Әрбір мұғалім тек педагог қана емес, ұжымдағы басқарушы. Ол үшін жауапты. Басқару бұл субъектінің қойылған мақсатқа жету үшін нысанды өзгерту жөніндегі қызметі. Қазіргі уақытта білім беру саласында тек өз пәнінде құзыретті тақырыпты түсіндіруге және өз қызметін жоспарлауға қабілетті, сонымен қатар оқушылардың оқу танымдық қызметін сауатты басқара алатын мұғалім қажет. Лазареваның жұмыстарында педагогтың басқару қызметі туралы былай делінген: басқару субъектісі жүзеге асыратын іс-әрекеттердің үздіксіз реттілігі нәтижесінде басқарылатын объектінің құрылымы қалыптасады және өзгереді. Бірлескен қызметтің мақсаттары белгіленеді, оларға қол жеткізу тәсілдері анықталады, оның қатысушылар арасындағы жұмыстар бөлінеді және олардың күші біріктіріледі деп айтқан. Яғни, оқушылар мен мұғалімдердің алға қойған мақсаттарына байланысты бірігуі жайы айтылады. Міне студенттер, педагог менеджеріне қазіргі күнде қойылып отқан талап осы. Сол себепті осы айтылған нәрселерге сай болу үшін сіздер болашақта оқушылармен қандай қарым-қатынас жасау керексіздер және қарым-қатынаста нені ұстану керек. Әрине ол сұрақ белгілі, яғни басқару этикасын біз білу керекпіз. Яғни біз педагогикалық бірінші әдепті білу керекпіз. Сонымен қатар педагогикалық іс-әрекетте қарым-қатынас жасаудың барлық түрлерін қолдану керек. Мысалы үшін ақпарат алмасу, өзара әрекеттестікті ұйымдастыру, баланың тұлғалық қасиеттерін аша білу және оған ықпал ету. Және айта берсем жете береді. Яғни сіз баламен жұмыс жасаған кезеңде үнемі қарым-қатынаста әртүрлі шеберліктерге, кәсіби шеберліктеріңізге сүйену керексіздер. Қарым-қатынас жасау арқылы шешетін мәселеңізді, яғни айқын және нақты тұжырымдап алғаныңыз жөн. Ал қарым-қатынас жасаудың стратегиясы мен әдіс жолдарын ойластырып алып, баланың санасы мен мінез-құлқына ықпал ететін әдістерді таңдап алғаныңыз жөн. Педагогикалық әдеп бұл тілдесу, қарым-қатынас жасау кезінде, яғни сөйлесу икемділігі, сөйлеу мәдениетінің қалыптасуы, яғни сонымен қатар оқушылардың іс-әрекеттерін ұйымдастыру икемділігінде, өзіне-өзін ұстай алу және талап ету икемділігінде. Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесі үшін атқарылатын кәсіптік жауапкершіліктің көрсеткіштері кәсіпке, қоғамға деген қарым-қатынас. Яғни ол үшін тәртіпті болу, өзіне және балаларға қаталдықпен қарау, эмоционалдық, байсалдылық, әдептілік және ұжымдағы әріптестермен жақсы қарым-қатынас. Зерттеушілер мұғалімнің сыныпқа деген қарым-қатынасын 3 стилін бөліп көрсеткен. Яғни бұл сыныпқа байланысты. Бұл бірінші тұрақты, жағымды стиль. Яғни мұғалімнің балаларға деген тұрақты эмоционалдың жағымды қатынасымен, қиын сәттерінде көмек көрсетуімен, оқу әрекетіндегі кемшіліктерге іскерлік жауап қайтаруымен, балалармен қарым-қатынас кезінде сабырлықпен сипатталады. Екінші пассивті, жағымды стиль. Яғни балаларға деген қарым-қатынасының эмоционалды жағымды сипатының айқын еместігінің ерекшелігі. Үшінші тұрақсыз стиль. Бұл стильде мұғалім өзінің қарым-қатынасын жағдайға байланысты өзгертеді.
Сондай-ақ мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынас жасауы өзінің көңіл күйіне, сол уақыттағы эмоционалдық жағдайына байланысты. Міне көрдіңіздер ме, студенттер? Міне осы кезеңде зерттеушілер 3 стильді сынып бойынша жұмыс жасау бойынша 3 стильдегі мұғалімдерді анықтаған. Енді осының ішіндегі, мысалы үшін, қай стиль тиімді екенін өздеріңіз білесіздер. Әрине, сыныппен жұмыс жасаған кезеңдерде біздер әрдайым, әр кезде, яғни өзіміздің жаңағы оқушыға деген қарым-қатынасымызды дұрыс қалыптастыра білу керекпіз. Яғни біздер әрдайым тұрақты, жағымды стильді ұстану керекпіз. Келесі, енді жоспарымыздың 3-ші бөліміне келдік. Міне, бұл яғни білім беру мекеме басшысының ұжыммен қарым-қатынас этикасы. Міне осыған тоқталайық. Мұғалім тәжірибесінде орын алатын педагогикалық қарым-қатынастың түрлерімен қатар, оның негізгі стильдерімен танысып өтейік. Педагогикалық қарым-қатынас стилі педагогтың өз шәкірттерімен әрекеттесуінің дербес психологиялық ерекшеліктері. Әр мұғалімнің балалармен қарым-қатынас орнатуында өзіне ғана тән ерекшеліктер болады. Осы ерекшеліктеріне байланысты әр мұғалімнің кабинетке кіруімен бірге оқушылардың сыныбында әртүрлі психологиялық ахуал орын алады. Педагогика, психология, әлеуметтану ғылымдарында қарым-қатынастың мынандай стильдері топтастырылған. Яғни ол авторитарлық, либералдық және демократиялық. Авторитарлық бұл өзіне бағытталған стиль, ал демократиялық бұл ұжым пікіріне келушілік, либералдық бұл ұжым өміріне араласуды қаламайды, белсенділік танытпайды. Ал келесі бөлімде осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтейік. Қарым-қатынастың авторитарлық стилінде мұғалім оқушылардың қызығушылықтарын ескерусіз өзіне ғана шешім қабылдайды. Оқушылардың пікірлері маңызды болып есептелмейді. Олар тек мұғалімнің айтқанын, нұсқасын орындаушылар ретінде ғана қабылданады. Оқушыларға ешқандай еркіндік берілмейді. Олар үнемі бағынышты, тәуелдік позицияда болып, педагогикалық ықпалдың объектісіне айналады. Мұғалімнің дауыс ырғағында бұйрық беру, қатал тәртіп орнату, өктем сөйлеу, қысым жасау сияқты қасиеттер басым болады. Мұндай қарым-қатынас барысында оқушылардың тұлға ретінде дамуына көп кедергілер кездеседі. Және ұстаз бен оқушылар арасында көптеген түсініспеушілік, шиеленіс, қарама-қайшы жағдайлар кездеседі. Мұнда мұғалім менің айтқаным заң, мен бұйырамын, сендер орындайсыңдар деген позицияны ұстанады. Келесі, яғни демократиялық стиль. Бұл қарым-қатынастың демократиялық стилінде оқушылар мен мұғалім педагогикалық қарым-қатынастың тең құқылы субъектілері ретінде қарастырылады. Оқушылар мен мұғалім ынтымақтастық қарым-қатынаста болады. Оқушылардың жеке пікірлері есепке алынып, олардың белсенділіктері, шығармашылықтары жоғары бағаланады. Өзара қарым-қатынастар кеңес беру, ақыл айту, өтініш, сенім арту сияқты формалар арқылы іске асырылады. Мұндай стиль оқушылардың тұлға ретінде дамып қалыптасуына, олардың субъектілік позицияға ие болуына, гуманистік қатынастардың орнығуына, жағымды психологиялық ахуалдың қалыптасуына әсері көп. Бұл стильді ұстанатын педагогтар оқушылардың көңіл күйін, психологиялық жағдайын түсінуге, олардың мүмкіншіліктерін, жетістіктерін дұрыс бағалауға, оларға дұрыс құндылықтық бағыт-бағдар беруге тырысады. Осындай мұғалімдердің басқаруымен жұмыс істейтін оқушылар да өз беттерінше жұмыс істеуге дағдылану, жауапкершілік, шығармашылық, өзінің қабілеттерін дамытып іске асыру ерекшеліктері жиі байқалады. Бұл стиль бойынша жұмыс істейтін мұғалім бәріміз бірге жоспарлаймыз, бірігіп орындаймыз, бірігіп жетістікке жетеміз деген позицияны ұстанады. Ал келесі стиль, яғни либералдық стиль. Бұл қарым-қатынастың либералдық стилінде мұғалім өз бетінше шешім қабылдаудан бас тартып, жауапкершілікті оқушыларға, әріптестеріне сыра салады. Мұғалім тек оқыту процесімен шектеліп, балалардың тәрбиесіне көп көңіл аудармайды. Оқушыларды өз беттерінше жібереді. Мұндай қарым-қатынас стилі бойынша жұмыс істейтін мұғалімдердің сыныбында үлгерімде, тәртіпте қанағаттарлықсыз болады. Мұғалім балалар ұжымының дамуына, жеке оқушылардың даму мәселелеріне немқұрайлы қарайды. Қиын жағдайлардан құтылу үшін қатты талап қоюдан бас тартып, ешқандай белсенділік, шығармашылық танытпайды. Оқушылардың тәрбиесі, дамуы қадағаланбайды. Қарым-қатынас барысында ынтымақтастық, түсінушілік болмайды. Мұғалім сен тимесең мен тимеймін,
я болмаса қалай болса солай болсын деген позицияны ұстанады. Енді осы негізінде педагогика қарым-қатынастың зерттеген бірнеше ғалымдардың еңбектеріне тоқталып өтейік. Соның ішінде мысалы үшін Ханның зерттеуінше мұғалім оқу тәрбиесінде ынтымақтастың қарым-қатынасты іске асыруға даярлығы мынандай компоненттерді қамтиды деген. Яғни бірінші педагогикалық іс-әрекетке деген кәсіби ынтаның болуы. Бұл жерде студенттер міне көріп отырсыздар. Жаңа біздер атап кеткен авторитарлық бар, либералдық бар, демократиялық стиль бар. Әрине сіздерге көбінесе осы авторитарлық стиль менен либералдық стильден бастап сіздердің демократиялық стильде жұмыс жасасаңыздар, яғни ол сіздердің ынталарыңыздың болуында. Ең бірінші педагог маман оның өзінің мамандығына деген сүйіспеншілігі, сол мамандыққа деген шығармашылығы, шеберлігі болу керек. Яғни бұл өзінің ынтасы болу керек. Ең бірінші мына жерде осы ынтаның болуы деп айтылып отқан осыда. Екінші, оқу процесінде оқушы тұлғасын қалыптастыруға қажетті білім көлемінің болуы. Әрине, яғни бұл жерде міндетті түрде сенің біліміңе қарайды оқушы. Сенің біліміңе қарап, сенен үлгі алады, сенен өнеге алады сізден. Сондықтан да әрине міндетті түрде сіздер білімді болу керексіздер. Үшінші, педагогика процесінің қызметіне жағымды әсер беру мақсатындағы кәсіби іскерліктердің жиынтығы дейді. Бұл кезеңде айтып тұрғаны, яғни қандай біздер осы алдыңғы тақырыптарда қарастырып кеткен болатынбыз. Кәсіби маман ол әрдайым шебер ұстаз, ол ізденімпаз ұстаз, ол зерттеуші ұстаз. Яғни оның үздіксіз дамиды, үздіксіз білімнің нәтижесінде ода кәсіби іскерліктердің жиынтығы тұрады. Міне, яғни әрбір маман үздіксіз даму үстінде, яғни білімді болу керек, ол ынталы болу керек. Ол үнемі шығармашылықпен, зерттеушілікпен, ізденушілікпен айналысу және қарым-қатынас орнатқанда осының бойындағы асыл жақсы құндылықтар жүйесін өзінің оқушысына бере алу керек. Олардың өміріне жарқын болашақты сыйлай алу керек. Яғни әрбір маман кәсіби іскерлікті іскер болу керек. Ал Ван Калик мұғалім мен оқушы арасында қарым-қатынастың мынандай топтамасын анықтаған. Бұл ғалым яғни өзінің еңбектерінде осы зерттеу жұмыстарын жүргізген, яғни соның әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтейік. Бірінші, яғни бірлескен шығармашылық іс-әрекеттегі әуестену негізіндегі қарым-қатынас дейді. Мұнда мұғалім оқушылар шығармашылыққа ынталандырады, балалар мұғалім соңынан қалмайды. Яғни үнемі шығармашылықпен жұмыс жасап, үнемі іздену, зерттеу жұмысымен жүреді. Ал екінші, достық ықылас негізінде құрылған педагогикалық қарым-қатынас дейді. Бұл мұғалім оқушының ересек жолдас ретінде қарым-қатынасы татулық, достық қатынас орнайды. Яғни бір-бірінің арасында сыйластық туындайды. Үшінші, дистанциялық қарым-қатынас. Яғни түрлі әлеуметтік роль атқарылуына байланысты оқушы мен мұғалім арасында такты дистанция сақталады. Яғни мұғалім бұл кезеңде жетекші орын алады. Кейде жаңа айтып кеткендей авторитарлық болуы да мүмкін. Сосын келесі, қорқыту арқылы қарым-қатынас орнату. Бұл мұғалімнің өктемдігі басым болады, балалар үнемі мұғалім ұрсуынан үрейленіп жүреді. Яғни бұл авторитарлық стиль. Келесі бесінші, яғни балалармен жұмыс істеген кезде әзіл қалжыңға негізделген қарым-қатынас дейді. Бұл балаларға ұнау үшін жас мұғалімдер қалжыңдасып сөйлесуді ұстанады, бірақ бұл дұрыс нәтижеге жеткізбейді дейді. Яғни бұл кезеңде өзінің абыройына нұқсан келтіріп алуы мүмкін. Сондықтан да әрине жаңағы студент оқушылармен қарым-қатынас жасаған кезде сіз өзіңдік рөліңізде, оқушы өзіндік рөлінде болып қарым-қатынас жасаған дұрыс. Алтыншы, яғни мұғалімдер шәкірттер алдында өзінің артықшылығын көрсетуге бағытталған қарым-қатынас дейді. Мұғалім тек өзінің беделімен ғана айналысады, үнемі өзінің балалардан жоғары екенін дәлелдеуге тырысады. Міне көрдіңіздер ме студенттер? Бұл яғни Каликтің яғни осы зерттеу жұмыстары бойынша мұғалімдер зерттеу кезеңінде осындай қарым-қатынастың стильдерін анықтаған түрлерін. Енді осы негізгі қарым-қатынастар жасайтын кедергі факторлар дейді. Бұл біздің дәрісіміздің 4-ші сұрағы болатын. Бұған енді біздер осы қандай кедергілер бар? Осыған біз тоқталып өтейік. Яғни бұл кедергілерді біздер
Шивендарин, яғни біздің эмоциямызға негізделген келесі кедергілерді көрсетіп берді. Яғни ол бірінші жек көру және жиіркенішті кедергісі дейді. Бұл күнделікті өмірде жиі кездеседі. Оған мысалы үшін қолайсыз иістер, тері, қолдар, сіз әңгімелесушіге жақын жүру әдеті, бұның бәрі қарым-қатынаста серіктестің жиіркеніштік сезімін туғызады. Ал мұның алдын алу үшін гигиена мен әдетке жиі көңіл бөлу керек. Екінші, уайыммен қайғырудан пайда болатын қарым-қатынастағы кедергі. Мен кез келген адам кездеседі, яғни олмен қайғырудың адам ойының өзіне аударатын соншалық, ол адамның ойын басқа адамдарға бұру өте қиын. Қайғыруға себеп әдетте трагедиялық оқиғалар, өзінің жағдайына қанағаттанбаушылықтан, артық физикалық шаршаудан, сезінуден пайда болады. Келесі кедергі, яғни қорқыныш кедергісі. Бұл тұлғалар арасында қарым-қатынаста кедергі жасайтын жеңу қиын кедергілердің бірі. Кейбір адамдарда өмірлік қиын жағдайларда қорқыныш тез туындайды. Қорқыныштың себептері түрлі болып кетуі мүмкін. Сіз бұл қорқыныш кедергісін жеңе алуыңыз, оны қаншалықты дұрыс шеше алуыңызға байланысты. Одан кейінгі кедергі ұят пен кінә кедергісі дейді. Бұл басқа біреудің немесе өзіне деген қолайсыздықтан туатын кедергі. Кейде бір жағдайлар болады, бір ұят жағдайға қалу, или болмаса бір кінәлі жағдайға қалған кезеңде бұл көбінесе ұят адамды сынау немесе жақтау кезінде пайда болады. Ұят пен кінәні әңгімелесушімен қарым-қатынаста үзетін кездер аз емес. Артық ұялшылықты зардап шегетін және ұятқа мойынсынбайтын адамдар да бар. Соңғылар өзінде психологиялық қорған құрып алған. Яғни ешқандай ұятқа арланбайды, сол психологиялық қорғанға құрып алады, сонымен алаңсыз жүре береді. Олар көп жағдайларда оларға сын айтқандар тыңдамайды. Өзіне ақтаушы мотивтер іздеп жүреді. Өте төмен және өте жоғары кінәні сезіну адамдар арасында психологиялық қарым-қатынасты бұзады. Одан кейін күштеу шектеулер туралы біз серіктестердің біреу тұлғааралық қарым-қатынасқа дайын болса, басқасы қандай да бір себептер арқылы бұдан өтіп кетіп, вербалды немесе вербалды емес жолдарды қолдана отырып, өзінің серіктесін тура соны істеуге мәжбүрлеуінен көреміз. Яғни ол жек көрушілік кедергісі. Бұл жек көрушілік кедергісі мінездің бейнеленуін көрсетеді, бірақ бұл кейде нәсілдік немесе ұлттық кемсітушіліктен көрінеді. Кейбір жағдайда ғана болмаса, оны жеңу қиын. Ал қабылдау кедергісі бұл түсініксіз ойды айтуда, әңгімедегі ойдың дұрыс құрылмауын және тағы басқа да жағдайларда пайда болады. Енді міне студенттер, жаңа біздер осы қарым-қатынас жасаудың кезеңіндегі бірнеше кедергілерді анықтап алдық. Енді осындай кедергілерден жеңу үшін жалпы біз оқушылардың алдында өзімізді жаңағы керемет бір педагог ретінде, біздің жаңа айтқанда енді педагог менеджер ретінде жақсы көріну үшін біздер мынандай бір ережелерді қарастырдық. Осы ережелерге назар аударыңыздар. Яғни бұл тиімді коммуникация ережелері дейді. Бұл біздің дәрісіміздің соңғы сұрағы. Міне осыған тоқталып өтейік енді. Қарым-қатынас процесінде кері байланыс нәтижелерін көтеретін белгілі бір ережелер бар. Бұл ережелерді іс-әрекет процесінде адамдармен, яғни қол астындағылар, ұжымдастар, жоғары басшылармен үнемі қатынаста болатындықтан әрбір жеке тұлға білуге тиіс. Бұл ережелер бірнешеу. Яғни бірінші, сіз айтқан ескертулерде тұлғаға тиіспеу керек. Ал сіздің әріптесіңіздің мінез-құлқындағы ерекшеліктерді ескеру керек. Екіншіден, көбірек қорытынды туралы емес, бақылау туралы айту керек. Бақылау сіздің көргеніңіз бен естігеніңіз, ал қорытынды сіздің фактіге негізделген қайта тоқталуыңыз. Үшінші, бағалау формасында сөйлемеу керек. Егер сіз кейбір бағалаулар айтатын болсаңыз, мейірім және жауыздық, дұрыстық немесе дұрыс еместік, жағымдық және жағымсыздық туралы сияқты қарапайым категорияларды қолданасыз. Мұндай типтегі баға сіздің құндылық жүйеңізге негізделеді. Баға қарым-қатынас процесінде жақсы түсінушілікке көмектеспейді. Төртіншіден, маңызға ие жағдайларда алыс өткенге емес, жақын уақытқа назар аудару. Яғни, өткен нәрсені шұғудың қажеті жоқ деген сөз. Бесіншіден, кеңесті барынша аз беру керек.
әріптесіңізбен ой ақпарат алмаса отырып, өз бақылағаныңызды ғана айтуыңыз керек. Алтыншыдан, сұхбаттас әріптесіңіздің тұлғасына және оның мінез құлқындағы ерекшеліктерді сынға алу мәнсіз, оған ықпал ету мүмкін емес. Өйткені ол мінез. Көрдіңіздер, иә? Сосын жетіншіден, әріптесіңізге керекті ақпараттар жеткізу үшін қолайлы жағдай және оның жеткізуіне дәлдік формасын таңдау керек. Міне бұл осы ережелерді ұстанып жүрсеңіздер, құрметті студенттер, онда сіздердің әрі қарай жұмыстарыңыздың алға қарай басуы, алға қарай жылжу нәтижелері оң нәтиже береді. Енді болашақта студенттер осы маман ретінде, болашақ педагог маман ретінде сіздерге айтарым, осы басқару жүйесінде, басқаруда жалпы қандай кедергілер болады, қандай стильдер бар, яғни басқару стилінің, педагогтық қарым-қатынастың қандай стиль түрлері, қандай кедергілері бар, қандай ережелерді ұстану керек. Міне бүгінгі дәрісте осы аталған мәселелердің барлығын қарастырып өттік. Енді семинар сабақта әрқайсысын жеке-жеке әдеттегідей талдаймыз, ал сырыс тапсырмаларында негізгі қаралған сұрақтарды қарастырасыздар. Және осы бұл лекция дәріс материалдарынан басқа өзгеше әдебиеттермен жұмыстанамыз, ғалымдардың негізгі еңбектеріне сүйенеміз, және соларға сүйене отырып мысал келтіреміз. Сол мысал келтіре отырып, әрбір айтылған фактілерді, дәлелдерді, яғни жаңағы талдап, өз ойымызды, өз ұсыныс пікірлерімізді білдіреміз. Құрметті студенттер, біздің осымен дәрісіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.